Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келіңіздер. Бүгін өте дәмді кутаби деп аталатын рецептпен бөлісемін. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін бұл рецепті сіздер жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Қамыр илейтін ыдысымызға қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Тұзды саламыз. Сұйық майды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Еліктен өткізілген ұнның барлығын саламыз. Бастапқы кезде қасықпен араластырамыз. Сонан соң қолмен илейміз. Бізде қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр дайын болады. Сонан соң бөлме температурасына 20 минутқа қалдырамыз. Әзірге салмасын дайындаймыз. Бізге шпинат, жасыл пияз және укроп керек болады. Барлығын жуып, тазалап, ұсақтап тураймыз. Сонан соң ыдысымызға ұсақтап туралған укропты, жасыл пиязды және шпинатты саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сонан соң ерітілген сары майды құямыз. Үнемі 82% асатын сары майды қолданамын. Жақсылап араластырамыз. Осымен салмасы дайын. Келесі кезекте дайын тұрған қамырды 12 бөлікке бөлеміз. Барлығы бірдей болу үшін таразымен өлшеп алсаңыздар болады. Бөлінген қамырдың барлығын дөңгелектейміз. Дайын болған қамырдың бетін жабуды ұмытпаймыз. Енді қамырдың біреуін алып барынша жұқа етіп жаямыз. Ұнды қолданып отырып жаямыз. Сонан соң дайын тұрған салмадан 2-3 ас қасық саламыз. Видеодағыдай жұқалап жаямыз. Қамырдың шетіне қатты жақындатпаймыз. Енді қамырдың екінші жағын жабамыз. Үстінен ақырындап басамыз. Ішінде ауа қалмайтындай етіп шеттерін жабамыз. Әдемілік үшін шеттерін арнайы кескішпен кесіп шығамын. Бұлай жасау міндетті емес. Барлығын осы әдіспен қайталап шығамыз. Кеуіп қалмас үшін дайын болған қамырдың бетін жабамыз. Мінекей барлығын дайындап алдым, енді пісіретін боламыз. Қамырды орташа отта қызып тұрған табаға саламыз. Май жақпаймыз, құрғақ табаға пісіреміз. Қамырдың екі жағын ауыстырып отырып қызарғанша пісіреміз. Қамырды табаның үлкен кішілігіне байланысты 1 немесе 2 данадан саламыз. Сонан соң піскендеріне ертілген сары майды екі жағына жағып шығамыз. Табаның қақпағын пайдаланбаймыз. Барлығын осы әдіспен қайталап шығамыз. Мінекей достар, өте дәмді кутаби дайын. Барлығы толықтай піседі. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін бұл рецепті сіздер жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.